Сәлем достар, сіздермен бүгін тефтериді ұзақ уақытқа сақтау әдісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге тартылған ет, күріш, петрушка, бір пияз және тұз қажет. Ең алдымен пиязымызды осылай майдалап турап аламыз. Өте майдалап турағандарыңыз дұрыс. Майдалап тураған пиязымызды фаршымыздың үстіне саламыз. Одан соң петрушкамызды да дәл осылай майдалап турап аламыз. Оны да фаршының үстіне салып, үстінен күрішті салып, дәміне қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған фаршты осылай алақанымызбен дөңгелек пішінге келтіреміз. Міне тефтелілер дайын, алдын ала осылай қатырып алсаңыздар, асығыс кезде тез дайындауға ыңғайлы. Мен мұздатқыштың арнайы жәшігіне салып қатырдым. Каналыма подписать етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.